Құрметті тыңдарман, 14 ғасырда жазылған Ибн Халдунның Мұқаддима атты кітабымен таныстыруды ары қарап жалғастырамыз. Бүгін бізде 21-ші сабақ, видео сабақ. Алдыңғы видеода біз жердің оңтүстік және солтүстік жарты шарлары бар екендігі, және солтүстік жарты шарында көптеген өркениеттердің орын алғандығын атап өткен болатынбыз. Бүгін бізде жағрафия ғылымына қатысты маңызды ақпараттар дейді. Автор айтады: есіңде сақта, біліп ал. Хакимдер дейді, философтар, хакимдер жоғарыда келтіргендей жер жүзіндегі өркендеу аймақтары солтүстіктен оңтүстікке қарай созылған 7 бөлікке бөлінген дейді. Олардың әрқайсысы климат деп аталады. Бұл климаттың әрбірі батыстан шығысқа қарай көлденеңнен созылған. Автор бізге айтқан, экватор деген сызық бар. Сол экваторға параллель, яғни ендік дейді, параллель сызықтары бар. Экваторға ең жақын аймақ бірінші климат деп аталады. Оған параллель екінші аймақ екінші климат деп аталады. Яғни осылайша экватордан солтүстікке қарай 7 сызық бар, және экватордан оңтүстікке қарап тағы да 7 сызық бар. Осылайша экватордан солтүстікке қарай 7 климат, экватордан оңтүстік полюске қарай тағы да 7 климат. Ары қарай автор бізге таныстырады. Экватордың екі жағында көбінесе тек құмдар, шөлдер жайғасқан. Егер бұл аймақтарда өркениет бар болса, жоққа тән. Яғни экватор аймақтары негізінен шөлді аймақтар болып саналады. Бірінші климатқа қатысты. Егер бұл аймақтарда өркениет бар болса, оның өзі бір аз саналады. Солтүстік жағында бұл климатқа екінші климат жалғасып жатыр. Кейін 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші және 7-ші климаттық белдеулер жайғасқан. Яғни жердің дәл ортасында экватор бар. Экваторға ең жақын аймақ бірінші климат, оған екінші климат жалғасқан, оған 3-ші климат жалғасқан. Осылай 7-ші климатқа келгенде уже солтүстік полюсқа жақын аймақтар болып саналады. Жетінші климат өркениеттің солтүстік шекарасы саналады. Жетінші климаттық солтүстікке қарап тек бос және иесіз жерлер. Олар қоршап тұрған теңізге барып тіреледі. Яғни жетінші климатта солтүстік мұзды мұхитына барып тіреледі. Солтүстік тарапта жетінші климаттық тарапынан оңтүстік тарапта бірінші климатқа ұқсайды. Енді ұқсайды деп жатқан себебі тіршілік аз, яғни солтүстік полюсте тіршіліктің аз екендігі. Тек солтүстік жақтағы бос жайлар оңтүстікке қарағанда кемде кем. Яғни солтүстік полюстің өмір сүруге қолайсыз болу себебі күннің ыстығынан емес, күннің суығынан, яғни салқын болуына байланысты. Ал бірінші климатта өмір сүрудің қолайсыз болуы ол күннің шектен тыс ыстық болуына байланысты. Түрлі климаттарда түнде және күндіздің ұзақтығы күннің теңсіздігіне байланысты. Яғни экваторлық жақын аймақта күннің ұзақтығы болса, бірінші климатта оның айырмашылығы жаңағы жарты сағатқа. 3-ші климатқа тағы да жарты сағатқа қосылады. Бұл жерде айтып жатқаны солтүстікке қарай жылжыған сайын уақыт белдеуі де өзгереді. Соны түсіндірмекші сол жерде.
Екінші және солтүстік полюстің көкжиектен көтерілуіне байланысты айырмашылығы пайда болады. Бұл жағдай түн мен күндіздің ерекшеліктеріне байланысты өрбиді. Бірінші климатта шекарада күн мен тауешкі және саратан шоқжұлдызына қарағанда күндіз және түнде максималды ұзақтығы 13 сағатты құрайды. Яғни бірінші климатта 13 сағатта күн батады. Күндіздің ұзақтығы 13 сағат болса, солтүстіктегі екінші климаттық шекарасында күндіз түннен ұзақ болып, саратан шоқжұлдызы кіргенде 13,5 сағатқа жетеді. Яғни бірінші климаттан екінші климаттың күндіздік ұзақтығы жарты сағатқа асып кеткен. Тауешкі шоқжұлдызына кіргенде болса, түнде осындай мөлшерде болады. Яғни, ал керісінше болған кезде күннің солтүстікке ауысуына байланысты, оңтүстікке байланысты бұл кезде түн ұзарады. Біресе солтүстік жақтарда біресе күннің ұзарып, біресе түннің ұзарып жататындығын бізге түсіндіріп жатыр. Ең қысқа түн мен күндіз болса, 24 сағаттан 13,5 сағат алып тастағанға кейін ұзарады. Яғни, күндіздің қысқа болуы, түннің қысқа болуы, сондай ерекшеліктердің бар екенін айтып жатыр. Бұл жағдайда солтүстікке үшінші климаттық шекарасында тағы да ұзара береді. Бұл жерде түн мен күндіздің максималды ұзақтығы 14 сағатқа жетеді. Ал төртінші климаттық шекарасында бұл жағдай 14,5 сағатты, 5-ші климатта 15 сағатты, 6-ші климатта 15,5 сағатты, 7-ші климат шекарасында 16 сағатты құрайды. Күндіздің ұзақтығы 16 сағатқа дейін ұзарады. Міне осы тұста өркениет аяқталады. Солтүстік полюс 7-ші климаттық белдеуде ары қарай енді өркениеттің болуы кемде-кем жағдай. Түн мен күндіздің максималды ұзақтығы арасындағы айырмашылық бірінші климаттан бастап әр климатта жарты сағаттан артып отырады. Климаттарға салыстырмалы географиялық кеңдік деген атақ берген, яғни салыстырмалы географиялық кеңдік деген күннің зениттік нүктедегі жағдайындағы тең күндік сызықтағы ортасындағы қашықтықты түсініледі. Бұл қашықтықты сондай-ақ осы жағдайдағы оңтүстік полюсті көкжиекке төмен түсуі және солтүстік полюстің көкжиектен жоғары көтерілуінің әрі сай келеді. Жоғарыда айтылғандай, бұл қашықтықты бір-біріне тең. Күн солтүстік аймаққа кеткен кезде, солтүстік бөліктегілердің күндізі ұзарады, яғни түні қысқарады. Ал күн оңтүстік полюс тарапқа кеткен кезде, солтүстік аймақтарда, жердің солтүстік жарты шеңберінде түн ұзарады, күндіз қысқарады. Осындай ерекшеліктер бар. Жоғарыда айтылғандай, бұл қашықтық бір-біріне тең. Әуелі айтып өткеніміздей, олар географиялық кеңдік деп аталады. Жағрафияшылар 7 климаттарға әр біріне батыстан шығысқа қарап ұзын созылмалы 10 тең бөліктерге бөлген. Яғни 7 климаттық белдеу бар десе, мысалы 7 климаттық. Соның әрқайсысы өз ішінен 10 бөліктерге бөлінеді дейді. Олар әрбір бөлігін жайғасқан мемлекеттер, қалалар, таулар мен дариялар, сондай-ақ олардың арасындағы қашықтықтар жайында сөз қозғаған. Әрбір бөлімнің ең танымал мемлекеттері, дариялары мен теңіздері жайында қысқаша мәлімет бермекпіз. Біз таңдаған карта Идриси Хамуди тарапынан Сицилия
Sitsiliya королі Роджер ибн Роджер үшін жазылған Нусхат әл-Муштақ еңбегіндегі мәліметтерге негізделген дейді. Ыдрыси деген кісі Сицилияның королі Роджер үшін кітап жазған. Бұл 12-ші ғасырда орын алған. Ыдрыси өз үстемдігін, өзінің дәрежесін арттыру үшін Сицилияда Роджер сарайында өз мекендеген. Бұл кітапты хижри 6-шы ғасыр ортасында жазылған, яғни милади бойынша бұл 12-ші ғасырда. Онда Масуди ибн Хаукал, Узри, астролог Исхақ, Птоломей және басқа авторлардың шығармалары пайдаланған. 6-шы ғасырларда баршамызға белгілі моңғол татар шапқыншылығы және креш жорықшылардың шапқыншылығы болған. Сол кезде қолға түскен Ыдрыси осы Сицилия сарайында мекендеген. Сол кезде бұл енді 12-ші ғасырдан бастап мұсылман ғалымдарының Европа өкілдеріне арнап кітап жазу үрдісінің басталғандығын білдіреді. Сол кезде Ыдрыси өзінің еңбегінде көптеген Масудидің, Хаукалдың, Узридің, Исхақтың, Птоломейдің тағы да басқа танымал ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, бүкіл әлемнің географиясына қатысты еңбектер жазған. Соны біз пайдаланып жатырмыз дейді. Ендеше біз бірінші климаттан бастап соңғы климатқа дейін баяндаймыз. Жалпылама Алла тағаладан өз мейіріммен біздің қателесуден сақтасын дейді. Енді автор бізге бірінші климатты таныстырмақшы болады. Бірінші климат дейді. Птолемей географиялық ұзындық белгісі. Бұл географиялығының бастауы дейді. Абади аралы, Канария аралдары батыста орналасқан дейді. Осы Птолемейдің заманында Атлант мұхитындағы аралдар туралы айтылады. Алайда олардың қаншалықты бар немесе жоқ екендігін ол нақты дәлелденбеген дейді. Бұл жерде айтып жатқаны қазір Колумб Американы ашты деп жатқан болса, Америка Веспуччи Американы ашты деп жатқан болса, соға дейін де оларға дейін қарым-қатынастардың болғандығы туралы біршама ақпараттар болады. Айтылады. Олар бірінші климаттың құрғақтағы бөлігіне жатпайды дейді. Ол Бахрул мұхитта орналасқан. Бахрул мұхит деп жатқаны бұл жерде Атлант мұхиты. Ол аралдар бірнеше ұсақ аралдарды құралып, олардың ең ірі мәшһүрі үшеу екендігі айтылады. Атлант мұхитында осындай аралдар бар деп есептелінеді. Бізге жеткен ақпаратқа сай, франктардың кемелері осы аралдарға жетіп барып, жергілікті тұрғындармен ұрыс жүргізіп, осы аралдарға жетіп барып, жергілікті халықпен ұрыс жүргізіп, олардың елдерін талан-таражға салып, тонауға ұшыратып, азаматтарын тұтқынға алған дейді. Ол тұтқындарды Марокко жағалауына алып келіп, құлдыққа сатып жіберген. Бұл тұтқындар кейін өкімет қол астына өтіп, араб тілін үйреніп, өздері мекендейтін аралдардағы өмір заңдары мен жайлы мағлұматтар берген. Олардың айтуы бойынша, ол арал тұрғындары жер жыртуға ағаш соқа пайдаланады. Аралда темір металы жоқ. Нандарын арпадан дайындайды, көбіне ешкі түлігін асырайды. Соқсу тәсілдері теріс қарап тұрып, арқаға тас лақтыруға сүйенеді. Құлшылықтары таң атқанда күнге сәжде жасау арқылы орындалады. Олар ешқандай иләһи дін ұстанбайды, ешқандай дін насихаты жетіп бармаған.
Бұл аралдарға арнайы жоспар немесе мақсат бойынша бару әсте мүмкін емес дейді. Тек кездейсоқ сәйкесінше тап болуы мүмкін. Теңізде жүзу үшін желдің бағытына тікелей байланысты. Сондықтан бұл желдің қай бағыттан соғатындығын, ұйытқып соққан жел қай жерлерге алып баратынын білу аса маңызды. Егер сіз мұхитқа шығатын болсаңыз, теңізде жүзетін болсаңыз, міндетті түрде желдің бағытын білу керек дейді. Желдің бағытына сүйеніп бару керек болған аймаққа апаратын жолға түсіп жүзу қажеттілігі туындайды. Желдің бағытын өзгертіп кеткен сәтте қайта тура жолды таңдау және кемені осы желдің бағытына ыңғайлы етіп басқару керек. Бұл қағидаларды барша теңізшілер мен кемешілер тарапынан жасалып шыққан. Автордың айтуы бойынша, осы орта ғасырдың өзінде әрбір теңізде жүзу үшін арнайы құралдар, көмекші карталар болған желдің бағытын, қай аралға қалай бару керек екендігі. Ол жерорта теңізі бойында жайғасқан мемлекеттер арнайы карталарда белгіленген. Мысалы, жерорта теңізінің аймағына баратын болсаң, арнайы карталар бар. Мұнда ол мемлекеттердің анық жағдайы, құрғақ аралдарда жайғасу тәртіптері қоса көрсетілген. Оларға жету үшін теңіздегі желдің соғу бағыттары да сызылған. Бұл парақтар компас деп аталады. Теңізшілер өз сапарлары барысында осы сызба парақтарды пайдаланады. Жерорта теңізі деп атқан бұл Рим теңізі. Рим теңізінде жүру үшін желдің бағыттарын бәрі, қай жел қай жақтан соғатындығы түгел көрсетілген еді. Алайда Бахрул Мұхит, Атлант мұхиты үшін ондай карталар, парақтар әлі дайындалмаған. Сондықтан да кемелер бұл теңізге кіре бермейді. Сондықтан олар бұл теңіздегі аралдар мен құрғақ жерлерде қағазға түсірілмеген, картасы жоқ. Осы себепті кемелер бұл теңізге кірмеген. Теңізге кіргенде теңізде жол табу өте қиын. Бұдан бөлек Бахрул Мұхит ауасы мен бөліктер кемелердің жүзуіне апатқа алып келетін булар басып жатады. Яғни Атлант мұхиты үнемі парланып жатады. Бұлты қайсы, бу қайсы ажыратып болмайтын кездер болады. Бұл булар көзден ұзақ болғаны үшін күн нұрынан оларға жетіп барып, олардан жарық болмаған. Сол себептен осы аралдарды табу, олар жайында мәлімет алу өте қиын болған дейді. Теңізде жүзген кезде алысты көруге кедергі келтіретін теңіздің парлану жағдайлары болады. Автор бізге осындай қызықты ақпараттарды жеткізді. Келесі сабақта біз бірінші климаттың бірінші бөлігі, яғни экваторға жақын аймақ, бұл Африкаға қатысты ақпараттармен бөлісетін болады.